Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, ерекше дайындалатын, кеседе дайындалатын сорпалы самсаның рецептін ұсынатын боламын. Өте дәмді болады. Міндетті түрде дәл осылай ерекше қылып жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ол үшін суымызды ыдысымызға құйып аламыз. Үстіне тұзымызды саламыз және ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап тұзымыз ерігенше ақсылап араластырып аламыз. Енді осы сұйық массаның үстіне алдын ала илектен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Басында осылай қасықпен, кейін қолымызбен араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты немесе жұмсақ болмағаны дұрыс, орташа тығыздықта қамырымызды жақсылап илеп алатын боламыз. Мінекей бізде осындай қамырымыз пайда болды. Енді осы қамырдың бетін жауып 5-10 минутқа тындырып қоятын боламыз. Ендігі кезекте бізге укроп немесе көк пияз қалауларыңыз бойынша жуа пайдалансаңыздар болады. Жақсылап ұсақтап турап алатын боламыз. Енді дайын болған қамырымызды, мінекей осындай бізде теп-тегіс қамырымыз пайда болды. Ұнды себе отырып, алдымен қолдың көмегімен, содан соң оқтаудың көмегімен жақсылап тегістеп аламыз. Енді ұнымызды себе отырып, қамырымызды жаятын боламыз. Оқтауға орап, екі шетін ғана жай баса отырып, қамырымызды жайып алатын боламыз. Біздің қамырымыз оп-оңай жайлады, қатты тығыздап басудың ешқандай қажеті жоқ. Мінекей бізге жұп-жұқа қамыр қажет. Қамырымызды жақсылап, жұқа қылып, осылай дәл видеодағыдай жұқалау қылып, жақсылап жайып аламыз. Енді жайылған қамырдың үстіне ерітілген сары майымызды құйып, осындай щетканың көмегімен немесе қолымыздың көмегімен жақсылап барлық жеріне жағып шығамыз. Содан соң дайындаған укробымызды арасына сегіп, дәл видеодағыдай жақсылап орап алатын боламыз. Міне дәл осылай орап, морозильникке 30 минут шамасында маечкаға салып, 35 минут шамасында тындырып қоямыз. Ал оған дейін начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге ет қажет. Етті осылай, дәл осылай ұсақтап турап аламыз. Енді еттің үстіне бір дана пиязымызды алып, пиязды да жақсылап ұсақтап турап, жаңағы еттің үстіне салып дайындап аламыз. Пиязды турап болғаннан кейін бізге бір дана болгар бұрышы қажет. Болгар бұрышында дәл осылай ұсақтап турап, пияздың үстіне саламыз және қызанақты да алып, дәл осылай ұсақтап турап, қызанағымызды да салып алатын боламыз. Барлығын ұсақтап турап болғаннан кейін енді татымына қарай тұзымызды, қара бұрышты және кориандр қосып, және сұйық май құйып, біздің начинкамызды жақсылап араластырып алатын боламыз. Қалауларыңыз бойынша картоп қоссаңыздар да болады, өте тойымды болады. Мінекей біздің начинкамыз дайын, өте керемет болып шықты. Енді бағанағы морозильниктен шыққан қамырымызды алып, теңдей етіп, осындай бөліктерге бөліп, және дәл видеодағыдай осылай басып шығатын боламыз. Мен 5 бөлікке бөліп алдым. Дәл осылай видеодағыдай қатпарлы қамырларды жасап аламыз. Енді осы қатпарлы дайын болған қамырларымызды оқтауменің көмегімен жұқа қылып жаятын боламыз. Барлығын осылай жайып аламыз. Орташа қалыңдықта жайып аламыз. Мінекей біздің қамырларымыз дайын болды. Барлығын осылай жайып аламыз. Енді бағанағы дайын болған начинкамызды пилайға, осындай пилайды алып, ішіне начинкамызды салып шығатын боламыз. Начинкамызды қатты толтырудың қажеті жоқ. Және бетіне бір шай қасықтың көмегімен сары майымызды саламыз. Және дәл видеодағыдай жақсылап шет-шетін жабыстырып шығатын боламыз. Ажырап кетпеу үшін жақсылап дайындап, осылай жақсылап жабыстырып алыңыздар. Мінекей бізде осындай кесе самсаларымыз дайын болуға жақын қалады. Енді осы дайын болған кесе самсалардың үстіне жұмыртқаның сарысына кішкене сүтімізді құйып жағып шығатын боламыз.
және қалауларыңыз бойынша бетіне күнжут немесе мак сеуіп қызып тұрған алдын ала қыздырылған пеште 180 градусқа саламыз. Достар, құрамын толықтай описание бөліміне қалдырдым, төменнен қарасаңыздар болады. Мінекей барлығын салып аламыз. Қып-қызыл болғанша пісіріп алатын боламыз. Уақыты пештің қызуына байланысты. Мінекей достар, осымен біздің самсаларымыз дайын. Қараңыздар, өте керемет болып шығады. Жасалуы да өте ерекше. Міндетті түрде дәл осылай жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп, видеоларым ұнаса лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып өтсеңіздер болады. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.